оңай әрі жұп-жұмсақ болып шығатын кекс дайындаймын. Ыдысымызға сгущенканы құйып, үстіне жұмыртқа мен сұйық майды салып, венчикпен араластырамыз. Бұл кексте миксер қажет емес. Ұн салып, біртекті масса болғанша былғаймын. Ұнды бірден салмаймыз, еректен өткізе отырып, екіге бөліп саламын. Жақсылап біртекті масса болғанша араластырамын. Үстіне сода салып былғаймын. Осындай біртекті консистенция пайда болады. Осы мезетте пешімізді қосып қоямыз. Енді майланған формамызға қалауыңыз бойынша мейіз, болмаса грек жаңғағын пайдалансаңыздар болады. Мен мейізді пайдаландым. Енді тестімізді құйып 180 градуста шамамен 30-35 минуттай пісіріп аламын. Кекстің піскендігін ағаш таяқшамен тексереміз. Осымен пирог дайын. Менде шамамен 35 минуттай пісті. Енді ортасын кесіп сіздерге көрсететін боламын. Көргендеріңіздей кекс өте жұп-жұмсақ болып пісті. Ең бастысы үйде бар қарапайым өнімдерден дайындалады.